енді оқушылардың көңіл күйі кішкене көтеріңкі болды. 5 сағат арқылы және тақырыптың жаңа тақырыптың ашылуы. Бірден міне тақырып деп ашылған жоқ, енді кішкене елеусіз қалды дедік, себебі басында оқушылар жазды, өздері бүгінгі сабақта жатқан білімді балаларға, бұл балаларға қатты әсер етті. Ал сабақтың негізгі бөлімінде бізге күшті жағы ретінде тапсырмалардың сапасы және өмірмен байланысты көп тақырыптар алған, тапсырмалар алынған, актыны тиімді пайдаланды. Б деңгейіндегі оқушы өзін өте жақсы көрсете білді. Сіз жағынан енді сіз емес енді ұсыныс ретінде серпіту сәтімен және уақытты тиімді пайдалану. Дейін және кейін стратегиясы бойынша кейін біз зерттеу сабағының қалай өтетінін жүйелі түрде түсіндік, ең негізгісі. Өйткені бұнда ең басында ұйымдастыру, алдасу, сабақ жоспарын құрғаннан кейін әдіс-тәсілдерді таңдағаннан кейін және оны тағы қалай жақсарта аламыз деп ақылдаса алатынымыз, одан кейін сабақты өткізгеннен кейінгі іс-әрекетке дейін біз байқадық. Және осы шебер сынып арқылы да еще плюстен рефлексия жасауға болатынын білдік. Рахмет. Ең ұнағаны жаңағы әдіс, әртүрлі әдіспен жаңағы талдау жасау. Осы бізге жаңалық болса, осы әдісті өзімізге жазып алып, қолданамыз деген ойдамыз. Шебер сынып сабағы бойынша lesson study қолдану арқылы қандай сұрақтарымыз болды, сол сұрақтарға жаңағы жауап алып деген жаңағы сабақтың соңында сразу сұхбатымызды өзімізге Сәлеметсіздер, құрметті әріптестер. Енді жаңа ең басында осы шеберлік сыныпқа келген кезде барлығымызды топқа бөлген көңілдік. Әрқайсымыз өзіміздің мінез құлқымызға байланысты жаңағы суреттерді таңдап, жаңағы әріптестермен айтып жатырмыз, расымен де өзімізді енді күнге теңеп мына жерде мәз болып қалдық. Енді тағы бір ұтымды тұсы жаңағы бонус берген сәтті ұтымды және жақсы болды. Яғни мен қазір айтсам бір бонус алуға деген үмітпен мен жаңағы айтып отырмын. Ал тағы бір жаңағы сәтті шыққаны жаңағы әріптесім айтып кетті, осы сабақты әртүрлі тәсілге салып талдағаны жаңағы ұтымды әсерлі болды.